Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақ алдындағы көңіл-күй. Мынау менің жүрегім, елімді мен сүйемін. Жақсылыққа жақын боп, әрдайым күліп жүремін. Суреттен не байқадың? Сурет кейіпкерлері туралы не айтар едің? Балалар, осы сурет бойынша өздеріңіз әңгімелеп беріңіздер. Әдебиеттік оқу пәні, сабақтың тақырыбы қыз бейнесі. 50-ші сабақ. Қызыл шұнақ. Сәкен Сейфуллин. Қыз Жүсіпбек Аймауыт. Шығармадан әдеби көркемдегіш құралдарды теңеу, кейіптеу, эпитет, аллитерация, әсерлеу, табу және оларды қолдану. Эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру. Сабақ мақсаты: шығарма авторларымен танысу, автордың ойын болжау, шығармадан көркемдегіш құралдарды табу және қолдану, шығарманың маңызды тұстарын талдау және салыстыру. Сәкен Сейфуллин 1894 жылы 15 қазанда Қарағанды облысы Шет ауданы Қарашілік қыстағында дүниеге келген. Сәкен Сейфуллин қазіргі қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, ақын және жазушы, ұстаз, қоғам қайраткері. Жүсіпбек Аймауытов 1889 жылы дүниеге келіп, 1931 жылы дүниеден өткен. Жазушы, ақын, аудармашы. Павлодар облысы Баянауыл ауданындағы Қызылтау атырабында дүниеге келген. Жазушының Қартқожа романы, әнші, боранда болжағыш әулие, тағыда басқа әңгімелері бар. Оқулықпен жұмыс. Өлеңдерді мәнерлеп түсініп оқы. Қызыл шұнақ. Шытын айды тыста аяз. Қызыл шұнақ үскіріп, қылшылдайды жалаңдап, зәрлі демнен ысқырып. Ұшан теңіз қалың қар жерді басып жабады. Шұнақ аяз жалаңдап, екі санын сабады. Мұздай демі бет қарып, аяз аузын ашады. Құлақтанып қызыл күн, жасыл ұшқын шашады. Міне балалар, бұл жерде қызыл шұнақ аяз туралы бейнелеп айтып тұр екен. Қыс өлеңі. Жалп жауды қар, тон киіндік тоңды мал. Бұрқ боран бар, боран жоқта тұман бар. Қызыл шұнақ қызылы бар, суда айна тас мүсін. Құлаулатқан қырау бар, үйіп алған отын бар. Бүрсең деген ләқ бар, сүмең деген қонақ бар. Қонақ айтар қызық бар. Әй балалар, күнде оқуға жүрелік, үйренелік, білелік. Бұл өлеңді де балалар мәнерлеп оқисыздар. Қалаған өлеңдеріңізді жаттап алатын боласыздар балалар. Мәтінмен жұмыс. Қызыл шұнақ өлеңінен қылшылдап, жалаңдап, ысқырып, санын сабалап, аузын ашып деген сөздерді оққанда қандай әсерде болдыңыздар? Сол туралы өздеріңіз дәптерлеріңізге жаза қоясыздар. Өлеңдерді дәптеріңе салыстырып жаз. Өлеңдердің тақырыптары: қызыл шұнақ, қыз. Өлеңдердегі кейіптеу кейіпкерлері. Өлеңнің мазмұнына орай қандай кейіптеулер бар, қандай кейіпкерлер бар, сол туралы жазасыздар. Өлеңдердегі табиғат құбылыстары. Екі өлеңдегі табиғат құбылыстарын жазатын боласыздар. Өлеңдердегі эпитет, теңеу сөздер қайсысы? Соны көрсетіп жазасыздар. Өлеңдердегі екінші тапсырма: өлеңнен үзінді оқы. Үзіндіге тақырып қой. Тақырып: көркем шығармада баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні. Тақырып: қыз бейнесі. Яғни екі өлеңде де қыздың бейнесі туралы айтылып тұрғандықтан біз өлеңнің тақырыбын қыз бейнесі деп алдық. Үшінші тапсырма: өлең үзіндісін оқы, қарамен жазылған сөз көркемдегіш құралдың қай түрі екенін анықта. Шытынайды қыста аяз, қызыл шұнақ үскірік, қылшылдайды жалаңдап, зәрлі деммен ысқырып. Бұл балалар кейіптеу ме, теңеу ме, эпитет пе? Әрине кейіптеу. Төртінші тапсырма: Сәкен Сейфуллиннің Қызыл шұнақ өлеңіндегі негізгі ойды анықта. Бұл жерде өлеңді оқып аласыздар, сосын негізгі ой қайсы, соны айтатын боласыздар. Қыс мезгілінің ерекшелігін айту, аяздың әсерінен көркем жеткізу, табиғатты қорғау деген. Қайсы деп ойлайсыздар балалар? Аяздың әсерінен көркем жеткізу екен. Үй тапсырмасы: өлеңдерге сүйеніп, өз жеріңдегі қысты сипатта. Үлкендерден қар, аяз түрлерінің атауын сұрастырып жазып ал. Абай Құнанбайұлының қыс өлеңін тыңдап, ілесе қосылып айтыңыздар. Шығарманың маңызды тұстарын талдауға қатыстым және салыстырдым. Шығармадағы әдеби көркемдегіш құралдардың қолданылуын болжадым. Өз ойымды дәлелдедім. Мақсатыма жеттім, нені жасап үйрендім, нақты қандай білім алдым. Міне осы сауалдарға жауап беретін боласыздар балалар. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.